Егер біз Езетлі Украина ақындалла жүрсетсек, Қырым вилайеті четте қалмамалы. UATV-нің Қырым татар муареретіне бұйық селям. Мислят үшін тешеккүрлер. Бүгін біз янтықны пішірежеміз. Для приготовления янтық пішірмек үшін чебурекке керек олған айны ашайт лазым. Un, қатық, қаймақ, қима, суған, аш тәрбиесі, кинза ве сары яғ. Хамырны басамыз. Бір хамырны. Отмек, буреклер, чебуреклер үшін басқанда sıcak суны алыныз. Алда оны да тұзламақ керек. Оны оксигенен толтырып елейміз. Қаймақны, қатықны суны қошамыз. Қаймақ яғны берір, хамыр да эластик olur. Қатық екшіген сүтлі бактерияларны қошар. Су весе, су дайын судыр. Хамыр басарақ менің севімлі қайнанам айтқаныны кебе ұнытманыз. То водички, то мукички, а потім нема куди дівать. Тертибатны чоқ қойманыз. Нетежеде хамыр эластик, емчақ, елдеріне біраз япышқан олмалы. Өз ниетіне ерішіп, хамырны буздолапқа, 15 дақаға қойыңыз. Пусть подумает о своем поведении. А мы тем временем займемся фаршем. Первым делом режем лук. Фаршен уğraşırмыз. Баштан соғаны кесеміз. Соған о сувнен етні сенертмек керек. Әлбетте ки янтық үшін керчек етіне қоймасы қой етіндедір. Фарш для янтыка – это баранина. Ләкин қой етінің о специфик құсы бар. Оны ерке севмей. Оның үшін, оны тек аранжимақ үшін қой етні сығыр етнен қарыштырды. Қайманы аш тәрбиесінен басамыз. Керчек, чебуреклерні япажақ олсаныз, о вақыт қаймаға сув тоқыныз. О сувлу олсын деп. Чебурекнің ішінде чоқ ет суву олажақ. Мерақлы малумат. Боле усунен қытайнылар да вантоны япқанда құланалар. Хамырға қайтамыз. Оны уфақ түгеречіклерге бөлеміз ве яямыз. Пек юфқа олмалы. Насыл дәрежеге қадар юфқа ве насыл доғры жауыны япмақ ке. Әрше дінев юлу иле. Не қадар чоқыларны етсені со қадар яқшы олар чықажақлар. Илкеден ве үшінжуден фарқы бұйық. А теперь... Энді дикат. Янтық ве чебурек арасында фарқы янтық. Сағдеті қашамасы үшін чебуректір. Чебурекке көре янтық яғда пішірілмес. Құру тавада қызыртыла. Запекается на сухой сковородке. Сон кидуна туфысе янтық sıcақкен, оны сақ ашамасы адатлерінің чертчевесінде сары яғнен яқыныз. Сливочным маслом. Аш татлы олсын.